Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз механикалық қозғалыстар, оның түрлері, механикалық қозғалыстың сипаттамалары, яғни сипаттайтын шамаларды қарастыратын боламыз. Енді біз осы күнделікті өмірде қоршаған ортада жасап жатқаннан кейін біздің айналамызда көптеген өзгерістер болып жатады. Сол өзгерістердің біреуі қозғалыс. Яғни ол қозғалыстардың үлкен денелердің қозғалысы болуы мүмкін, кішкентай денелердің қозғалысы болуы мүмкін, ол салыстырмалы түрде әртүрлі болады. Осы қозғалысты физиканың механика деген бөлімі қарастырады. Сосын осының ішінде ары қарай түрлерін және сипаттайтын шамаларды қарастыратын боламыз. Енді механикалық қозғалысқа тоқтаған кезде, мысалы, біз қозғалысты жаңа үлкен денелердің, кішкентай денелердің деп айттық. Болмаса, бір дененің қозғалысын басқа бір денелермен салыстырғанда айтамыз. Мысалы, қазір бір мысал айтайын. Мысалы, үлкен теңізде кеме қозғалып бара жатыр дейік. Кеменің бір шетінде орындық тұр. Енді сол орындық қозғалыста ма, или тыныштықта ма? Осыны анықтауға тура келеді. Мысалы, мен теңіздің жағасында тұрмын, мен үшін орындық қозғалып барады. Кемемен бірге ол орнын ауыстырып кетіп бара жатыр. Ал кеменің үстінде, сол орындықтың жанында тұрған адам үшін не істеп тұр ол орындық? Тыныштықта тұр деңіз. Сонда көрдіңіздер ме? Қозғалыстың өзі басқа денелермен салыстырмалы болады. Яғни сен қандай денемен салыстырсаң, сонда сол денеге қатысты ол қозғалып тұр ма, или тыныштықта тұр ма, соған байланысты оның сіз күйін айта аласыз. Сол үшін қозғалысты қарастырған кезде оны қандай да бір денемен салыстырасыз. Яғни сол таңдап алынған дене санақ денесі деп аталады. Санақ денесі. Сонымен қатар санақ денесінің анықтамасын қысқаша айтатын болсақ, бір дененің қозғалысын сипаттау үшін сол денені салыстыру үшін таңдап алынған екінші дене, бұл санақ денесі деп аталады. Міне, механикалық қозғалысқа кішкене осы анықтама бердік. Енді бұның түрлеріне келейік. Түрлеріне келетін болсақ, бұл ілгерілемелі қозғалыс, сосын айналмалы қозғалыс деп қарастыруға болады. Ілгерілемелі қозғалыс дегенде түзу сызықты ілгерілемелі қозғалыс деп айтсаңыздар да болады. Ал айналмалы қозғалыс дегенде қандай да бір нүктенің айналасында айналып қозғалып тұрған дене. Мысалы, оған қарапайым мысал ретінде шеңбер бойымен қозғалысты айтуымызға болады. Енді ілгерілемелі қозғалыстың да түрлері көп. Ілгерілемелі қозғалыстың ішінде бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс. Ол бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс деген кезде оның жылдамдығы өзгермейді, констант болады. Қалдыратын ізі түзу сызық болады. Бір қалыпты емес түзу сызықты қозғалыс. Яғни, жаңағы бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың анықтамасын толықтырып айтатын болсақ, бірдей уақыт аралығында бірдей жол жүретін қозғалысты бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс деп айтамыз. Онда яғни Т1 тең Т2 болса, Т1 тең Т2 болатын болса, сәйкесінше С1 тең С2 болуы мүмкін. Яғни бірдей уақыт ішінде басқан жолдар бірдей болатын болса, бұл бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс болады. Енді бір қалыпты емес түзу сызықты қозғалыс деген бар. Онда оның бірдей уақыттың ішінде басқан жолдар әртүрлі болуы мүмкін. Ондай қозғалысты бір қалыпты емес түзу сызықты қозғалыс деп айтамыз. Бұл қозғалыстарды сіздер 7-ші сыныпта қарастырып қойдыңыздар. Енді ілгерілемелі қозғалыстың осы 9-ші сынып физикасында қарастыратын боласыздар. Үдемелі қозғалыс, бір қалыпты кеммелі үдемелі қозғалыс деген түрлері тағы болады. Яғни ол жерде үдеу деген жаңа ұғым пайда болады сіздерде. Осы 9-ші сыныптың физикасында А, ол дельта В бөлінген дельта Т, қысқаша формуласын жазатын болсақ. Яғни оның жылдамдығы сәт сайын өзгеріп отыруы мүмкін. Болмаса, уақыт өткен сайын жылдамдығы ақырын жайлап арта беруі мүмкін. Болмаса, уақыт өткен сайын жылдамдығы жайлап кемейе беруі мүмкін. Сол үшін сол денеде үдеу пайда болады. Және де осы түзу сызықты қозғалысқа қатысты денелердің еркін құлауы, яғни мен қолымнан қазір мына қаламды жіберіп қалсам, не істейді? Ол өздігіне тік төмен қарай құлайды. Болмаса, сіз тік жоғары бір денені лақтырып қалуыңыз мүмкін. Ол тік жоғары қарай қозғалады. Бұл жердегі оған әсер ететін үдеу G деп айтып жүрдік 7-ші сыныпта. Яғни бүкіл әлем тартылыс заңына бағынады. Бұл жерде G, еркін түсу үдеу деп айтуымызға болады. Енді жаңа айтып кеттік, айналмалы қозғалысқа келетін болсақ, ол айналмалы қозғалыс траекториясы қисық сызықты болуы мүмкін. Қисық бойымен қалдыратын ізі траекториясы қисық болуы мүмкін. Яғни осы қисықтың қандай да бір бөлігін қарастыратын болсақ, біз мынаны толықтыратын болсақ, келесі жағын. Ол бір шеңберді беру мүмкін да, бізге қандай да бір радиусы бар шеңберді беру мүмкін. Осы шеңберме дене бүйтіп айланып қозғалып жатуы мүмкін. Осыны айналмалы қозғалыс деп қарастырамыз. Бұның траекториясы қисық болады. Енді біз міне қазір траектория деген ұғым айтып қалдық.
Бұны сіздер 7-ші сыныптан білесіздер, тағы да естеріңізге салып қояйық. Траектория дегеніміз қозғалып бара жатқан дененің кеңістікте қалдырған ізі. Ол қисық болуы мүмкін, ол түзу болуы мүмкін, соның кеңістікте қалдырып кеткен ізі, ол бізде траектория болып табылады. Мысал ретінде айтатын болсақ, пойыздың жүретін рельстері, болмаса аспанда ұшақ ұшып бара жатса, соның соңында қалдыратын түтінні. Болмаса қыста қар жаңа жауған кезде сіз жүріп өтесіз, бетіңіздің ізіңіз қалады. Бұл траектория болып табылады. Енді сипаттайтын шамаларға тағы да қосатын шама, ол бізде траекторияны айттық, енді оның жолы, яғни жолы деген бар. Онда осы траекторияның ұзындығын, оның жолының ұзындығы деп айтады. Траекторияның ұзындығын. Онда барлық мына қисықты қосуымыз мүмкін. Болмаса түзу сызықты болса, осы түзудің басы мен соңына дейін жеткен аралықты өлшеуіміз керек. Болмаса мына қисықтың ұзындығын өлшеуіміз керек. Осыларды біз механикалық қозғалыста басып бара жатқан дененің жаңағы жолы деп айтамыз. Болмаса жолының ұзындығы деп айтсақ болады. Енді дене не істеді? Бастапқы бір қандай да бір нүктеде болды, кейін не істеді? Орын ауыстырып басқа бір нүктеге барды. А және Б нүктесіне барды. Ал мына дене үшін, мысалы, А штрих нүктесінен шығып, мынау Б штрих нүктесіне келді. Бірінші дене не істеді? Түзу келе салды. Екінші дене не істеді? Айланып жолды жасап келді. Енді осы екеуінің жол жайлы айтатын болсақ, міне мынау қысқарақ, мынанікі ұзынырақ болады. Енді орын ауыстыру деген анықтама бар, оған тоқталамыз. Орын ауыстыру дегеніміз дененің бастапқы және соңғы орнын тұтастыратын кесінді деп айтсақ болады. Онда түзу сызықты қозғалыстың жолы мен орын ауыстыру бір-біріне қабаттасып қалды, тең деп айтуға болады. Ал қисық сызықты қозғалыстың жолы, міне көріп тұрсыздар, мынау осы қисықтардың ұзындығын өлшеп шығуымыз керек. Бұл оның жолы болып табылады. Ал жаңа орын ауыстырудың анықтамасын айттық, дененің бастапқы және соңғы орнын тұтастыратын кесінді. Егер дене қисық сызықты қозғалыс жасайтын болса, не істейді? Онда жолы мен орын ауыстыру бір-біріне тең болмайды. Міне осы суреттен көріп тұрсыздар. Енді сипаттайтын сипаттамалар ретінде тағы да айтатын нәрсеміз, жаңа санақ денесін қосып айтып кеттік. Енді жаңа осы бағанадан бері айтып жатқан қозғалыстың барлығы қандай да бір мекен жайда, қандай да бір уақытта болады. Қандай да бір мекен жайда, яғни бір кеңістікте, қандай да бір уақытта, бір мезетте болады. Сонда қандай да бір өзгеріс болу үшін, қозғалыс болу үшін оның өтетін орны болу керек, және оны қандай уақытта өткеніміз білуіміз керек. Және қосымша не істейтін болуымыз керек? Оны салыстыратын бір екінші дене болу керек. Осы үш шама бар екен. Осы үшеуін біріктіріп біз санақ жүйесі деген ұғым енгіземіз. Санақ жүйесі деген ұғым енгіземіз. Енді біз кеңістікті біз әдетте координаталар жүйесімен белгілейміз. Яғни біз Декарт координаталар жүйесін алайық, мысалға. X, Y. Яғни дене осы кеңістіктің қандай да бір орында болады. Осы жерде қандай да бір құбылыс өтіп жатыр. Осы құбылыстың қанша уақытта өткенін бізге қарастыратын, мына жерде бізде осыны белгілеп көрсететін сағат болу керек. Және сол денені салыстыратын, мысалы енді осы координаттық жүйенің бойынан мен басқа бір екінші денені алуым мүмкін. Сонда біз осы механикалық қозғалысты сипаттау үшін санақ жүйесі деген физикалық ұғымды енгіземіз. Санақ жүйесі болу үшін бізде не болу керек? Координаталар жүйесі болу керек, уақытты өлшейтін құрылғы, яғни сағат болу керек. Сонымен қатар жаңағы екінші бір салыстыратын санақ денесі болу керек. Осы бағанадан бері айтып жатқан физикалық шамалар арқылы біз механикалық қозғалыстарды сипаттаймыз. Енді қозғалып жатқан дененің өлшемі мен оның қозғалатын аралығының өлшеміне қатысты тағы да бір физикалық шама енгізуге болады. Қозғалып жатқан дененің өлшемі түсініп отырсыздар ғой да? Мысалы, мен қазір ары берімде тақтаның алдында қозғалып тұрмын. Қозғалып тұрған дене менмін. Мені немен салыстырасыз? Яғни мен қаншалықты жерге бардым? Мен қазір 1,5 метрде ары бері қозғалып тұрмын. Менің сонда қозғалып жатқан дене менің қозғалатын мөлшерім осы аралық болып табылады. Соған салыстырмалы түрде айтамыз. Екінші бір мысалы, сіз жеке машинаңызбен Астанадан мініп, жеке машинаңызға Алматыға бардыңыз дейік. Екі аралық 1000 неше километр болады. Ал сіздің мінетін машинаңыз ұзағанда бір 2-3 метр, 4 метр дейік. Сонда үлкен 1000 неше километрмен жаңа 4 метрлік машина салыстырған кезде 4 метрді елемеуге болады. Осындай жағдайда біз санақ материалдық нүкте деген термин енгіземіз. Материалдық нүкте дегеніміз сонда дененің қарастырып жатқан дененің өлшемдерін ескермеуге болатын дене. Бірақ оның бір нәрсе естеріңізге сақтаңыздар, массасын ескермей кетуге болмайды. Массасын сөзсіз қолданасыздар. Қалған өлшемін қарастырмай қоюға болады. Материалдық нүкте деген осы болып табылады. Механикалық қозғалысты жаңа түрлерін айттық: ілгерілемелі қозғалыс, айналмалы қозғалыс.
сипаттамалардың барлығын жаңа айтып шықтық. Бұл 7 сыныптан сіздерге белгілі, біз қайталап сіздердің естеріңізге салып жатырмыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Рахмет.